Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз араб аңызының бірі. Бірде кедей шаруа жұмыссыз қалыпты, күнделікті базарда нәпақасын тауып жүрген. Аш-жалаңаш бала-шаға кедей көңілсіз үйіне қайтады кешке. Үйіне келсе, бала-шаға жиналып, әкеміз не алып келеді екен деп күтіп отыр екен. Күлімсіреп келіншегі жағдайды түсінгесін айтады: Аллам өзі жар болсын бізге, бір шешімі болар, сабырлық танытайық деп. Бала-шаға аш, көңілсіз бәрі жатып қалады. Таң атысымен әйелі күйеуіне төркінін берген бір қымбат орамал еді, осыны базарға сатып, балдарға бір тіспастырылық бірдеме алып кел деп. Кедей орамалды алып базарға шығады. Өйтіп-бүйтіп 2 дирхамға сатып, жолда мешітке соғып, намазын оқып болып шығып келе жатса, бір қайыршының дауысы ащы, жағдайын айтып қайыр сұрап отыр екен. Кедейдің жүрегі шыдай алмай, бар ақшасын соған тастап кетеді. Үйіне көңілсіз келеді. Бар жағдайды келіншегі тыңдап болғаннан кейін айтады: мүмкін бізден де жағдайы нашар шығар ол қайыршының. Аллам өзі жомарт қой, бір шешімі болар, сабырлық танытайық деп. Келесі күні таңда да келіншегі келіп: менің бір сағатым бар еді, қыз кезімнен тағып жүрген. Осыны бір сатып базардан бірдеме алып кел деп, балдар аш қой деп. Кедей тағы кетеді базарға сағатын алып. Анда зергерлерге апарат, мұнда апарат, өткізе алмай тұрса, күн заңына балығын өткізе алмай, тамағы қарылып, бір кісі тұрады, қасына барып айтады: сен де саудаң жүрмеді-ау, мен де осы бір сағатым бар еді, соған бір 2 балық берсең, екеуміздің де саудамыз жүрсін. Ана кісі де көңілсіз тұрған екен, қуанып, жақсы деп 2 балық беріп кедейге. Кедей кісі үйіне алып келеді. Әйелі сол балықтардың біреуін қуырайын деп тазартып атып, ішін ашып қалса, маржан тас шығыпты. Екеуінің қуанышынан шек жоқ. Кедей жүгіріп зергерге апарады. Ол кісі 14.000 дирхмен: сенің маржаның үлкен екен, ерекше, соған бағалайым деп ақшасын алып, мәз-мейрам азық-түлік алып, бала-шағалардың бәрінде той думан болып үйінде қуанып жатса, табалдырығына бір қайыршы келіпті. Я, шарбаң домалам жүріп атқан сияқты, маған да бір рахымың тигіз деп кедейдің көмек сұрайды. Кедей ойланбастан айтады: әрине, Аллам мені бір жарқап, бір олжа жіберді, сол олжамды сенмен бөлісейін, жартысын берейін деп үйіне жүгіріп кетеді. Шықса, ана қайыршыны жоқ, жан-жақтан іздейді, таба алмайды. Кедей жақсы деп үйіне кіріп, тойлап болғаннан кейін ұйықтап жатса, түсіне жаңағы қайыршы келеді. О, неткен өзің жомарт жансың, жүрегің ақ екен, қанша Алла тағалам сені сынады көріп еді. Басында да үйіңде бала-шағың жейтін нәпақасы отсаң да бар ақшаңды маған бердің. Үлкен олжа беріп едік, онда бөліп беруге дайын болдың. Нағыз сенде пенде бар, Алланың өзі разы. Иманды, жүрегің таза, 2 дүнияның жұмағы бұйырады саған деп. Я ағайын, осыдан түсінейік, байлық емес, жүректегі иманмен жомарт болайық, жан-жағымызға әрқашанда мейіріммен қарайық. Каналымды қолдап, жазылып, лайк басып, жан-жаққа таратсаңыздар, каналыма үлкен бір қолдау болар едіңіз. Рахмет тыңдағандарыңызға.